Күй музыкалық жанр, қазақ халқының аспаптық пьесасы. Домбыра, қобыз, сыбызғыда шығарылып, тартылып келген. Музыка өнерінің дамуына байланысты күйлер халық аспаптар оркестрінің репертуарларында көп орындалады. Күй қазақ, қырғыз, өзбек халықтарының музыкалық өнеріне тән ортақ атау. Қазақстанның халық әртісі, күй анасы, қазақтың әйгілі ұлы күйшісі, композитор Дина Кенжеқызы Нұрпейісова биылғы жылы 160-қа толып отыр. Қазақтың күйі қуанышта да, қайғыда да қазақпен бірге жасап, бостандық сүйгіш ұлық өнер болып, заманымызға халқымызбен бірге қадам басып келеді. Өнер атаулының ішіндегі күйдің мерейі жоғары, күйдің рухы биік. Күй дербес мемлекет құрып, мерейленген халқымыздың рухын мәңгілікке толғай бермек. Қазақтың әйгілі күйші композиторы Дина Кенжеқызы Нұрпейісова 1861 жылы Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Бекетай құмы деген жерде дүниеге келген. Дина ата-ана шаңырағында бұлаңдап өскен жас кезінің өзінде Дәулеткерей, Мүсірәлі, Әлікей сияқты күйшілердің күйін нәшіне келтіре тартып, ауылдастары арасында домбырашы қыз деп атанған. Қаршадай қыздың даңқын естіп, әйгілі Құрманғазы арнайы іздеп келген. Ол Динаның домбыра тартысына сүйсініп, болашағынан үлкен үміт күтіп, батасын берген. Ал Динажан, қолыңды жай, батамды берейін. Домбырам мұрам, ал балам, мүлкім осы қалдырған, ұсынамын қолымнан, иелік ет балдырған. Құрманғазы кім десе, өмірін отқа шалдырған, күйімді тарт күңірентіп, тыңдаушысын қандырған. Домбырам менің ырғайды, екі шегі тынбайды, пернелері қозғалып, бұзылмайды, сынбайды. Аман болсаң, Динажан, сенімен бірге жырлайды, серігің болсын домбырам, қалған саған күй мұра, ұрпағым сенен тыңдайды. Әумин. Осыдан кейін Динадан көз жазбай, үнемі айналып соғып, додалы күй айтыстарына, күй тартудан өтетін жарыстарға ертіп барып, домбыра тартудың терең қыр-сырларын үйретеді. Дина 9 жасынан бастап 19 жасына дейін қашан ұзатылғанша Құрманғазының баулуында болады. Құрманғазыдай дәулескер күйшінің ұстаз болуы Динаның ғана бақыты болып қойған жоқ, исі қазақтың күй өнерінің бақыты болды. Дина кеңес заманында да өзінің арман аңсарын, үміт тілегін халқының жолына бағыштап өтті. Домбыра, мұнша шешем болдың неге, күй толған көкірегің шежіреме, сыр шертіп ғасырлардан жөнелесің, саусағым тиіп кетсе шегіңе деп жырлаған екен дауылпаз ақын Қасым Аманжолов. Дина апамыздың әсем сазды, аяулы күйлері осынау тұрмысқа шығып, жар сүйіп, қызығын көріп, бала бақытына мейірленген жылдарда туған еді. Ұзатыларды әкесінің еншің деп мінгізген Қарақасқа атына арнап шығарған Қарақасқа күйі. Өзі пір тұтатын күйшілері Дәулеткерей мен Түркешке еліктеп шығарған Бұлбұл, Жігер, Бай Жұма сияқты күйлері, және үлкен ұлы Жұрымбай 1916 жылы әскерге шақырылғанда шығарған 16 жыл күйі, қадірлес замандастарына сүйсінуден туған Қосалқа күйі, балдай тәтті бауыр етіндей жақын баласы, қоңырға арнаған әсем қоңыр күйі. Міне бұлар Динаның өзіндік қолтаңбасын айқын танытатын бір туар күйлері. Бұл күйлер арқылы Дина қазақ күйлерінің өрісін ұзартып, өресін биіктетумен бірге, өзі де ұлы күйшілермен бірге
терезесін теңестірді. Жасының ұлғайғанына қарамастан, Қазақстанның 20 жылдығына орай тойбастар, Ұлы Отан соғысы жылдарында Ана бұйрығы, Жеңіс сияқты күйлер шығарды. Халық өнерпаздарының 1937 жылы өткен республикалық байқауына қатысып, 75 жасында халық аспаптарын тартатын өнерпаздардың Мәскеуде өткен бүкілодақтық бірінші байқауында, одан кейін 1944 жылы 83 жасында Орта Азияның 5 республикасынан өнерпаздар қатысқан Ташкенттегі 10 күндікте Дина апамыз тағы да алдыңғы қатардағы жүлделі орындарды жеңіп алды. Динаның қанатты өнері халқының рухани асыл қазынасы ретінде бүгін мен болашаққа қызмет көрсете бермек. Ғасырлар сырын сақтаған домбыра, суға салса да батпаған домбыра, отқа салса да жанбаған домбыра, кең байтақ жерді қорғаған домбыра, Құрманғазыдан қалған домбыра, Дина шешеміз шалған домбыра, Тәттімбет бабам шерткен домбыра, серілер салдар ерткен домбыра,